біздің сізге қонаққа келгеніміздің себебі қазақ халқының құрт тағамын қалай жасалады, қандай пайдасы бар сол жағын білсек деп келген болатынбыз. Енді мына біздің қазақ халқының бір көптеген қасиетті тағамдарының бірі. Енді қыздар сендерге мына құрттың жасалу тәсілін түсіндіріп берейін. Жаңағы сиырдың жаңа салынған сүтін пісіреміз. Одан кейін оны суытамыз, ыстықтай болмайды. Суытып жылыман болған кезде оған жаңағы ашқы қосып жаңағы жылылап жауып қойып қоямыз. Сонда ол айран болып үйиді. Ол кәдімгі 3 сағатта 5-6 сағатқа дейін тұрады. Айран болып үйиді. Үйілғаннан кейін оған арнайы дорба болады. Жаңағы айранымызды дорбаға салып іліп қоямыз. Одан сары су бөлініп шығады. Ол 1-2 күн тұрғаннан кейін жаңағы неге айланады. Қатқа айланады. Қатымыз міне мынандай болады. Қатқа айланып, бұны содан кейін дорбадан алып, үлкенірек ыдысқа салып, оған аздап дәмін таттып тұз саламыз. Тұз салып, содан кейін құрт жасаймыз. Жаңағы құрттың неше түрлі болады. Дөңгелек құрт болады, сықпа болады, үлкені болады, кішісі болады. Содан кейін оны құртты жасағаннан кейін мен сендерге сықпа көрсетейін. Сықпа деген мынандай болады. Содан кейін бұны жаңағы ағаш тақтайға қоямыз бұны. Басқа нәрсеге қойсақ жаңағы кеппейді, суын тартып алады. Ағаш тақтайға қойып, 5-6 күн жайып кептіріп аламыз. Бұл құрт деген құрамында дәрумендері көп. Жаңағы бірінші тіске жақсы. Мысалы жаңа босанған әйелдерге, келіндерге, қыздарға құрт апарып беретін. Жаңағы босанғанда тіс деген босап тұрады. Сол кезде тісті қатайтады. Содан кейін жаңағы иммунитетін көтереді. Ішсең сусын, суға езіп, жаңағы құртты суға езіп ішеді, қатықты суға езіп ішеді. Бір шетінен жөлді басады, бір шетінен көп тамақ. Осындай қазақтың жақсы қасиетті тағамы болып есептеледі. Жасалу жолдары осындай. Одан кейін біліп жүрмейік. Кеткеннен кейін мынандай болады. Енді ауыз тиімге міне ауыз тиімдер міне осындай болады. Бұл деген өте пайдалы ас. Аға бізге құрт тағамын толықтай түсіндіріп бергеніңізге көп рахмет. Құрт жайлы көптеген ақпараттар алдық. Құрттың қалай жасалуын, құрттың қандай пайдасы бар екенін, құрттың денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін, көптеген дәрумендер бар екенін білдік. Сізге көп рахмет. Жақсы балалар. Сендерге де рахмет. Бұдан былай біле жүрсіңдер осы қазақтың құрт қандай пайдасы бар екенін. Жақсы, сендерге де рахмет.